Қайырлы таң баршаңызға. Бүгінгі жаңа сабағымыз ер мен әйел энергетикасы, яғни әйел мен әйел адам бойындағы энергетикасының балансы туралы нейрографика. Бұл жерде ер мен әйел адамның энергиясының балансы деген бұл адамның ішкі әлемдегі ерлік, мускулиндік деп айтады ғой, және әйелдік, феминдік энергиялардың үйлесімді тепе-теңдігін сақтау ұғымы. Яғни біздің әрқайсымызда ердің энергетикасы да бар, әйелдің энергетикасы да бар. Қайсысы басымырақ болады, біз солай сыртқы бейнемізде, көрінісімізді, болмысымызды көрсете бастаймыз. Кейбір әйел заттарына қарасаңыздар, жаңағы ер адамдарша сөйлеп, ер адамдарша әрекет жасап, солай жасап болып кеткен, болмыс солай көрініп кеткен. Бір әйелдерді қаласаңыздар, өте сезімтал, қылықты, жұбайына жаңағы қылығын көрсетіп, әдемі болып сөйлеп, нәзіктігін көрсетіп жүреді орталарда, иә. Ода уже әйел энергетикасы басым. Это уже нормальный вариант, да, екіншісі. Ал біріншісі айтылғанымыз ол адам бойында ер энергиясының басым болып кеткені. Бүгін біз сіздердің бойларыңызда қандай энергетика басым екендігі туралы анықтайтын боламыз, диагностикалайтын боламыз. Жалпы енді бұл жерде ер энергиясы туралы айтып кетейін. Бұл жерде мынандайлар болады: белсенділік, әрекет ету, тез шешім қабылдау, логика, тәртіп, қорғау, мақсат қою және тәуелсіздік. Осы энергиялар ер энергиясына тән болып табылады. Ал әйел энергиясы ол қабылдау, жұмсақтық, интуиция, шығармашылдық, сезімталдық, сосын эмпатия, нәзіктік, қамқорлық, шыдамдылық, бейімделу деген сияқты нәрселер, бұлар энергиялар, бұл әйелдің энергетикасы болып табылады. Сондықтан ең алдымен бүгін сабақты бастамас бұрын сіздер өздеріңіз қағаз алып, бұлай жасап алыңыздар. Мысалға менде әйел энергетикасы, қандай энергетикасы бар әйелдің, менде ер энергетикасы, қандай энергетика бар, соны жазып шығамын. Мүмкін дамытқыңыз келетін энергетика болуы мүмкін, да? Сондықтан сондай бөліп жазып алыңыз, қай энергетика өзіңіз болғанын қалайсыз өзіңізде. Мысалға ер энергетикасында батыл шешім қабылдау ол маған керек. Мақсатқа жетуге деген құлшыныс, ол керек. Қорғана алу ол керек маған. Мысалға өзімді қамтамасыз ете алу және маған тәуелділерді, яғни балаларымды қамтамасыз ету, ер энергетикасы, да. Бүгін осы бойынша жұмыс жасаймын. Ал екіншісі әйел энергетикасы ақылдылық, сұлулық, тыныштық, юмор, қылықты болу, нәзік болу, қамқорлық, жылулық, сезімталдық, өмірде рахаттана білу. Яғни кез келген жерде, кез келген демалыс аймақтарында өзімді нәзік, әлсіз ретінде рахаттана алу. Мысалға осы екі энергетикамен жұмыс істейтін боламыз. Ер энергетикасымен жұмыс жасағанда мына сөздерді айта отырып жұмыс жасайтын боламын. Яғни мен өмірде батыл шешім қабылдай аламын. Батылдылық маған қуаныш сыйлайды деген сияқты әртүрлі сондай нелер жүргізетін боламын. Линияларда соларды айтып жүргізіп отыратын боламын. Сіздер де осылай жасап алыңыздар. Сосын жаңағы жасап алыңыздар да, оны бастамас бұрын міндетті түрде 20 сөз жаттығуын жасаңыздар. 20 сөз жаттығуын жасаңыздар и содан кейін барып работаңызды бастаңыздар. Қазір егер 20 сөз жазбаған болсаңыз, видеоны тоқтатыңыз, сөйтіңізді жазып қойыңыз. Әйел мен ер энергетикасының балансы деп жазыңыз да. Сөйтіңізді сол бойынша 20 сөз жазып шығыңыз. Мүмкін 25 сөз болуы мүмкін, 30 сөз болуы мүмкін, білмеймін сізде қалай болатынын, жазып шығыңыздар соны полный дерлік. И сосын барып осы қағазды жазыңыздар. Әйел энергетикасы және ер энергетикасының қағазын жазып шығыңыздар. Сосын барып работаны бастаймыз. Ал мен бастай беремін, сіздерге түсіндірейін. Ең алдымен ортадан өзіміздің бір кругымызды табамыз, қолымызға, денемізге мән береміз, қай жерден қалап тұр, ортаның қай жері, Мысалға менде линиямыз қатты қалың болмауы да керек, міндетті емес. Но бірақ нейролиниялар жүргізген кезде жоғалып кетпейтіндей болу қажет. Көріп тұрғандарыңыздай мен жуан маркердің көмегіне жүгіндім. Осылай жасап аламыз. Сөйтеміз да, енді қараңыздар, тоже қолыңыздың еркіне қарайсыздар да. Мысалға менде қолым осылай барғанын қалап тұрмын.
яғни ин мен янды сызып алдық. Мынау бізде менде оң жағымдағы мынау ер энергетикасы, мынау әйел энергетикасы, жазудың қажеті жоқ. И осы жерде гармоничный болу үшін ин мен янымыз ортасынан екі кругтерді қойып қоямыз. Турамен қысап. Осылай жасап қойсақ, бізде ин мен янға ұқсады, энергетикамызды шалдық. Енді біз қазір сіздер өздеріңіздің алғашқы қолдарыңызға ер энергетикасын осылай қойып қоясыздар да. И нейрографический линия жүргізесіздер былай қарай, иә. Мысалға мен жазамын. Ер энергиясы тез әрі жылдам. Маркердің бірнешеуін туралап алыңыздар, иә. Осындай жағдайлар болып қалады, жазып тұрған маркер жазбай қалады. Мен жылдам әрі тез батыл шешімдер қабылдай аламын. Ja? И екінші, мақсатқа жетуге дегенде үлкен құлшынысым бар. Мақсатыма, осы жерден тағы айтып отыр, мақсатыма оңай әрі және тез жетемін. Мен өзімді негативті адамдардан қорғай аламын. Мен өзімді қаржылай қамтамасыз ете аламын. Маған оңай шешім қабылдау өте ұнайды. Или болмаса, білмеймін сіздер қалай екен, менде мысалға менде основной жаңағы негативті адамдардан өзімді және балаларымды қорғап аламын дегім келіп тұр. Осылай нейрографический линияларыңыздың жеткілікті болғанға дейін сызасыздар. Маған қазірше осы жеткілікті деп тұрмын. И дальше қазір округление жасаған кезімізде осы қағазымызды қойып жаңағы не істейміз, қойып отырып қайталайтын боламыз жаңағыдай. Енді осы ер энергетикасын салып болған сызып болдық, осы не жеткілікті деп шештім мен мысалға. Енді осыны округление жасаймыз. Мен ойламаған жерден, ойламаған тұстан батыл шешімдер қабылдай аламын. Маған батыл шешімдер қабылдау оңай және әрі тез. Деген сияқты, сіздер мысалға, сіздерде қандай да? Мысалға, менде солай жаңағы батыл шешімдер қабылдау оңай әрі тез. Өзімнің қағазыма қарап аламын да, сол бойынша жаңағы не істей берем. Округление жасай берем. Сразу округление жасаған дұрыс. Өйткені біз осы эмоцияда ұмытпайтын боламыз, ұмытпай жалғастырамыз. Одан кейін бір нәрсені ұмытпаңыздар, округление жасалынбай орындарыңыздан тұруға болмайды. Дыханиямызға мән береміз. Не болып жатыр? Не сезім жатсыз? Қандай сезім болып жатыр? Қорқып жатсыз ба? Неден қорқып жатсыз? Егер сондай емес кезде, еркіндікті сезім жатсыз ба? Тыныс алуды ұмытып кетпеңіздер. Міндетті түрде жасап отырған кезде тыныс дыхания жаттығуын жасап отырыңыздар, иә? Осылай округление жасай береміз. Так, қарап отырып, осы немізге қарап отырып, қайталап отырып, мен ойламаған жерден, ойламаған тұстан, осындай деп толығымен жазып отырдық, иә? Енді өзіңіздің осы мынандай эмоционалдық шешім энергетикаңыз, яғни батыл шешім қабылдау бойынша қандай жетістікке жеттіңіз? Өзіңізге отчет беріңізші, өздеріңіз не қайсыздар? Мысалға, мен батыл шешім қабылдаудың нәтижесінде мен финансовый жағдайымды жақсарттым. Яғни мен осы жерде бір круг пайда қылғызам. Сіздерше, менде осы качество менде бар болғандықтан, осы качествоның арқасында мен батыл әрі толық шешім қабылдап, финансовый состояниемді реттедім. Сіздердеше, сіздерде тура осындай качестволарыңыз арқасында қандай нәрсеге жеттіңіз?
не болды, не өзгеріс болды позитивті жаққа, иә. Сол нәрселерден кругтар жасап шығасыздар. Қаншалықты өздеріңіз жеткілікті дейсіздер, сонша кругқа дейін. Менде мысалға алғашқы круг осы финансовый потогымды ашу бойынша мен шұғыл шешім қабылдадым, және өзіммен жұмыс істеп, яғни жаңағы өзіммен жұмыс істемейтінмін, алдын финансовый мәселелерімді шешу үшін әрекет етпейтін едім. Осындай батыл шешім қабылдап, жоқ, мен өзіммен жұмыс жасауым керек, жұмыс жасау ғана маған үлкен жетістік әкеледі деген шешім шығарып, иә, соның нәтижесінде мен мысалға қарыздарымнан құтылдым, кредитсіз өмір сүріп жатырмын, иә. Ешкімге тәуелді емеспін, ешкімге қарыз емеспін, осы качествоның арқасында. Мысалға одан кейін тағы қандай качество, мысалға өзімді қамтамасыз ету, ол тоже соған кетеді. लेकिन белгілі бір мақсатқа жету үшін жаңағы батылдық таныту, иә, жаңағы құлшыныс таныту, сондай жаңағы бір нәрсені айттым ба болды, сол нәрсеге жетем деген талпыныс качествосы бар менде. Мысалы қорғана алу. Сосын мен всегда өзіме негатив білдірген адамдарда бұрын қорғана алмайтын едім. Қазіргі таңда менде ол качество бар, но бірақ қатты үлкен деңгейде емес. Поэтому мен дәл қазір сол качествомды салғым келіп тұр. Өйткені болашақта мен өзімді және өзіме тәуелді балаларымды жаңағы негативті адамдардан, жаман адамдардан қорғана алу үшін мен осы качествоны дамыту үшін қазір осыны саламын. И мен бұны салып жатқанда не істеймін? Егер мен дамыту керек нәрсе болатын болса, мен ойламаған жерден, ойламаған тұстан өз бойымда энергиям, ер азаматтық энергиям басымдық танып, мен өзімді қорғап алу деген жаңағы качеством энергиям аса түседі. Мен өзгелерден өзімнің ұл перзенттерімді қорғай аламын. Қорғау – это нормально. Мен өзімді қорғану – ол қалыпты жағдай. Ешкім, еш уақытта себепсіз мені ренжітуге қақысы жоқ. Мен еркін адаммын. Иә? Сол сияқты сіздер де өздеріңіздің әртүрлі нелеріңізді эмоциялық тұрғыдан айтып, осылай жеткізіп отырып, позитив жағында жеткізіп отырып, осындай кругтар сызатын боласыздар. Маған қазірше осы екі круг, шынымды айтсам, өте жеткілікті болып тұр, артық даже таппай да тұрмын, иә. Осылай жеткілікті дегенде, осы энергетикамызды былай жоғары қарай қойып қоямыз да, екінші әйелдік энергетикамызды саламыз. Так, әйелдік энергетикамызға тоже самый аламыз, қараймыз, сөйтемізді жаңағы ең бірінші жазамыз. Ол ақылдылық. Мен өмірімде барлық іс-әрекеттерде де ақылдылық танытамын. Ja? Екінші сұлулық. Мен өзіме уақыт тауып сұлулығымды арттыра түсемін. Мен нәзік әрі сезімталмын. Тағы қандай сөз бар жаңағы? Мен өте қылықты әйелмін. Тағы не? Мен перзенттеріме өте қамқормын. Тағы не? Жылулық, сезімталдық айттым, юмор, тыныштық. Мен өмірде рахаттана аламын. Өмірде қандай жағдай болса да, қандай ситуация болса да, өзімді сабырлы сақтай аламын. Ja? Жаңағы кез келген дүниеден рахаттана аламын. Кез келген демалыс орнынан өзімді рахат табамын. Еркіндік болғанын қалаймын, иә. Тура енді округление жасап жатқан кезде де сол сөздерді қайталап отырамыз. Мен ойламаған жерден, ойламаған тұстан, осы кезде теломызға, даусымыз, ырғағымызға, бәріне толық мән береміз. Қандай сезім келіп жатыр бойымызға. Менде шынымды айтсам, білесіз, рахаттана отырып демалу деген каким-то қазір жаманандай не болып тұрмын, қалай айтсам болады. Мен кемес сияқты сезім болып тұр, иә, қазір. Неге деген сұрақ қоямын, бұл кезде өзіңізге неге деп сұрақ қойыңыз, иә? Неге? Потому что мен қазір декретте отырмын, жұмыс істеп жатқан жоқпын. Білән айтқан кезде менде мүлдем демалыс жоқ. Баламен отырамын, сабақ өтемін, консультация жүргіземін. И білесіздер ма, дәл қазір қандай инсайт келіп жатыр маған? Мен демаламын деген инсайт келіп тұр, потому что шынымды айтсам, уже ешқандай курстар жүргізбеймін біраз уақыт, біраз өзіме демалыс беремін деген инсайт келіп жатыр. Бұны не үшін айтып жатырмын сіздерге? Сіздерге бір мен демалайын деп жатырмын деп айтып жатқан жоқпын. Сабақ барысы түсінікті болсыншы, қыздар, өтініш, иә. Инсайт келіп жатқан болса, міндетті түрде жазып алыңыздар. Ұмытып қаласыздар.
Қандай инсайт келді? Не келді? Қандай нәрсе келді? Не істеу керек екен сізге осы качествоны дамыту үшін, иә? Мына качествоның ішін ойламаңыздар, айзаттың ішінде осы качествоның барлығы бар екен деп. Бұл жерде дамытқым келетін качестволарым бар менің, иә? Жаңағы әлі де жұмыс істеуім керек, болмай жатқан качестволар бар деген сияқты, иә? Менде мысалға көбінде энергетика басым болып кете береді. Себебі мен финансовый басқарғанды өте қатты жақсы көремін, контроль жасағанды, иә. Поэтому сол нәрсе басып кетеді. Мен всегда өзіммен жұмыс жасаймын. Жаңағы всегда өзімнің жаңағы әйел екенімді, болмысын всегда есіме түсіріп отырамын. Немесе менде энергетика басып кетеді. Кәдімгідей басып кетеді. Осылай мен қылып жіңішке жақпен жасаңыздар болады, өйткені әдемірек шығады, ыңғайлырақ болады жіңішке жақ. Маркерді. Так, мен қазір видеоны жылдамдатамын. И міндетті түрде айтып жүріп тұрған кезде дыханияларыңызға, бүкіл болмыстарыңызға мән беріңіздер, иә? Айтып отырыңыздар. Так, енді осы жерде тоже өзіңіздің жаңағы әйел энергетикасы арқылы жеткен бір-екі жетістігіңізді жазып қойсаңыз болады. Или дамытуыңыз керек, энергетикаңыз болса дамытуыңыз керек. Мен өмірде кез келген жерде, кез келген сәтте рахаттана білуді, әйел энергетикасы нәзіктік арқылы рахаттана білу энергетикасын арттырғым келеді. Поэтому прямо осы жерде именно нейронның қасында жаңа бір нейрондар туғызғым келіп тұр. Сіздер де то же самое солай жасайсыздар. Так, міне мен жасап болдым. Кейбір жерлерде көп нелер уылдар қалып кеткен болса, бұрыштап қайтадан жасау болды. Енді бізге линия фон жасаймын. Мен линия фонны тонкий маркермен жасайтын боламын. Және ол линия фон бізде округление жасауды талап етпейді. Сондықтан бірнеше рет жасай беремін. Өздеріңіз көріп тұрғандай, менде ер энергетикасынан 2 ғана болды, әйел энергетикасынан 3 шеңбер жасадым, иә. Бұның өзі білдіреді бізде, менде ер адам энергетикасының сәл әлсіздеу, әйел энергетикасының басымырақ беріліп жатқан, иә. Сондықтан сіздерде қандай болды, қалай болды, мынау нелерді тапқан кезде, өзіңізді дамыту жағын ойлаған кезде, иә, әйелдік женственность жағын, немесе энергетикасын күшейту жағын қарастырған кезде қандай сезімдер туындады, қандай ойлар, инсайттар келді, барлығын кері байланыс кезінде айтып бөліссеңіздер, иә. Енді бізде работамыз дайын. Біз фиксацияны мына ортадағы и мен янға беретін боламыз. Ол үшін оны карандаш түстермен беретін боламын. Сондықтан сіздер өздеріңіз қалай бояғыңыз келеді, тура солай бояй беріңіздер. Енді мысалға өз түстерімді пайдаланып бояй беремін. Мысалға қоңыр түсін қолданғым келіп тұр менде. Именно ер жаққа сәл темный түстен қолданғым келіп тұр. Сіздер қандай түспен қолданғыларыңыз келеді, душа, жан дүниелеріңіз қандай түсті қалайды, сол түспен бояйсыздар.
Міне өздеріңіз көріп тұрғандай, менде фиксация ортадағы и мен ян болды. Оны карандаш, сары карандаштың көмегімен фиксацияладым. Міне біздің работамыз аяқталды. Сіздерге ұнады деп ойлаймын. Міндетті түрде өз рисункаларыңызды салып болғаннан кейін суретке түсіріп инстаграм парақшаны белгілеңіздер, немесе ортақ чатқа жіберіңіздер. Міндетті түрде кері байланыс күтемін сіздерден. Рахмет, қайырлы білім болсын баршамызға.